Бүгін 17-сі 4-ші ай 2024 жыл. Қытай сеткісін жинаудамыз. Результат. Су сенде қой артында. Қанша Қытай су сеткіш. Қытай торы, монолит. Монолитті торы Қытайдың тазалаудамыз. Шардара су айдың ескі сеткілер. Арасында жаңа сеткілер бар. Қытайдың монолиттік сеткісі. Қараңыздар, өлген балық деген енді ішінде айта алмайды. Жүктерге алаға өтесін. Кереметтік әрекет жасайды. Қараңыздар, судың астына қалған ескі Қытай монолиттік сеткісі. Монолит. То есть қате сөйлеп қойып кесілесіздер. Осындай шығару елім айналып кетті ғой. Анарда өлген балықтар түсіріп жүрші. Қолым бычыт қой, мен сасып қой. Серега, балықтардың бәрі тастап кетіп жатыр ғой біз. Кесіп. тастамаңдар, алып шығыңдар. Сасып кеткен ғой. Өртеу керек соның бәрін, көму керек. Серега, рыбу посними что-то. Давай. Там дохлую рыбу сними. Ужасное зрелище, конечно. Ну, Дохлую рыбу там. сами нарвались. У тебя запах телефон передает? Записывает запах? Нет? Вот запах, если записывает, очень хорошо. Ну вот, ребята, вот такая вот история. Малоприятная. Довольны только мухи, которые с удовольствием будут тут поглощать. Здесь помимо рыбы еще и птица есть. Где-то здесь. Наверное, где-то там. Где-то глубоко. Вот такие кадры. Рыбы много здесь. Вот там, вот хорошие сазанчики. Вот. И кто-то хочет это все легализовать. Молодцы. Вот интересно. Огромный вопрос. Вот кому это... Контроля не будет, беспорядок конкретный будет. Кому эта мысль вообще пришла в голову? Кому? Какому вот молодцу пришла это в голову? Архан, что скажете по этому поводу, а? Как считаешь? Что за? Өкінішке орай жылағың келеді, табиғатты өлтіріп отыр. Қытай монолиттік сеткісін рұқсат бермекші тағы. Мына іс әрекеттен кейін қалай рұқсат береді? Мынау енді табиғатты қолмен өлтіріп отыр қой. Судағы балықтарды өзіміз құртып жатырық. Ертең болашақта ұрпағымызға не қалады? Оларға не деп айтамыз? Жалпы солай. Өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой результатын. Видеода көріп тұр деп ойлаймын. Құрметті министр мырза, балық шаруашылығының министрлігі, комитет, инспекция басшысы мына іс әрекетті қолға алуларыңызды сұраймын. Өте өкінішті жағдай. Прислушайтесь к народу, да. Халықты тыңдаңыздар. Халықты тыңдамаңыз, халықты естіңіздер. Халықтың дауысын естіңіздер. Сол сіздерден өтініш. Рахмет. Добавлю, помимо того, что там и птица, и рыба, когда вода отходит, эти сети остаются на траве, на джингеле. И также запутываются домашние животные. В общем, делайте выводы.